қандай керемет нақыл сөз бар. Мамандық таңдауда және жар таңдауда қателеспегеніңіз жөн. Себебі мамандық пен жар сіздің өміріңіздің соңына дейін сіздің жаныңызда болады. Ал егерде сіз мамандығыңызды дұрыс таңдамай оған өкініп жүрген болсаңыз, келешекте топ 10 мамандық жөнінде айтып өтетін боламын. Сондықтан мұқият тыңдаңыздар. Бірінші, дәрігерлер ақ халатты абзал жандар. Медицина саласы әр қашан адамдар өмірінде пайдалы және ол соңына дейін трендтегі мамандықтар қатарында болмақ. Неге? Өйткені адамның өмірі оның денсаулығына жауап беретін ақ халатты абзал жандардың жұмысы ешқашан тоқтамайтындығының дәлелі. 2020 жылы карантин шектеулер болған кезде барлығыңызға белгілі медицина саласының мамандары айтарлықтай ерлік көрсетті. Бүгінгі күннің батырларына айналды десек те болады. Сонымен қатар олар қаншама адамдарды емдеп, соларды жазып үйлеріне қайтарды. Және осыған ұқсас тағы бір мамандық диетологтар. Неге? Өйткені қазір семіздікпен күрес жүріп жатыр. Осыған ұқсас фитнес тренерлердің айлығы одан әрі арта түспек. Неге? Себебі семіздікпен күрес деп айтып кеттім алдында, және дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану бұл адамдардың мәңгілік қызметіне айналмақ. Және де IT медицина бұл біздің елімізге енді ғана еніп келе жатыр. Яғни IT саласы арқылы адамдардың жағдайын білуге болады. Тағы да айта кететіні білім саласы, мұғалімдік. Мектептің жаны мұғалім деп жатамыз. Мұғалімдік, ұстаздық қызмет әр қашан сұранысқа ие мамандықтар қатарында. Және де контент менеджерлер. Қазіргі таңда барлығыңыз білесіздер, Instagram, YouTube, Facebook парақшаларын жүргізетін кісілер, бұлар контент менеджерлер деп аталады. Ал олардың контентін жасау үшін видеографтар қажет. Яғни қазіргі таңда трендке айналып жатқан мобилография терминін құраушылар. Мобилографтар, видеографтардың айлығы өте жоғары болады және олардың жұмыстары әрқашан бағаланбақ. Кәсіпкерлік сала адам ғұмырының соңына дейін тренд және ол әрқашан өзіндік құнын жоймайды. Себебі адамдар кәсіпкерлікпен дамиды. Және де экологтар. Біздің қоршаған ортамыз, жұтатын таза ауамыз барлығы экологтардың бақылауында. Сондықтан дұрыс дамуымыз үшін ол да қажет. Соңғысы, бұл психологтар жұмысы. Қазіргі таңда адамдар агрессивті және оптимист болмай бара жатыр. Агрессивті болғандықтан психологтар өте қажет. Әр адамның ішкі ойын тыңдап, әрі қарай онымен жұмыс жасайтын, адами тұрғыда қызмет атқаратын психологтардың жұмысы әр қашан трендте болмақ. Сондықтан құрметті оқырман, жас түлек, егерде сіздер мамандық таңдауда қателесіп немесе қандай мамандық таңдаймын деп жүрген болсаңыздар, міндетті түрде осы мамандықтардың біріне деген қабілетіңізді біліңіз. Және мамандық таңдауда жібермеуге тиіс 5 қателік жөнінде айтатын боламын. Оны менің каналымнан көре аласыздар. Маржан Нұрхан каналына тіркеліп, тағы да қандай ақпараттар қажет екендігін және комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сол бойынша ізденіп, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламын. Ендеше менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.